үйге кірген кезде да, үйімізге кірген кезде сол Алланың ассаламу алейкум рахматуллах баракат деп кіріміз керек екен. Қонаққа кірсең де, үйіңе кірсең де, мешітке кірсең де, қайда кірсек те тек қана бұл сөз әжетхана кірген кезде ғана айтылмайды. Қалған кез келген есіктен кірген кезде осы сөз айтып көру керек екен. Не үшін десе, өйткені тусалли миналлахи аля нафсук. Біріншіден Алла субхана ва тағаланың есімімен сен өзіңе сәлем беріп жатсың дейді. Үйде ешкім болмаса да, ассаламу алейкум деп үйге кірген кезде біл, сен Алланың есімімен өзіңе сәлем бергенің дейді. Одан кейін тусаллима аля ман фихи минал джин, және үйіңде періштелер болады, мұсылман жындар болады, сен соларға сәлем бергенің дейді. Одан кейін туталлибу салам би баракати салам мимман фил байти мина шаятин вал муаззин, және Алла субхана ва тағаланың амандық, тыныштық, берекетін үйге тілеп кірген кезде үйден шайтан қашады дейді. Және үйден зиянды нәрселер қашады екен. Мысалы, бисмилля деп кіреміз ғой. Бисмилля деп ұстаңдар дейді хадисте. Кез келген нәрсені бисмиллямен баста дейді. Кім есіммен бастаймын деп өзі? Ассалам да сол, Алланың есімімен бастап жатсыз, үйге кіріп жатсың. Яғни Алла мен ассалам екеуі де Алланың есімі. Су ішіп жатқан кезде бисмилля деп айт дейді. Үйге кірудің әдебінде соны үйретіп жатыр. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат деп кіру керек та үйге кірген кезде. Мағынасы Алланың амандық, тыныштығы болсын үйіме, отбасыма. Алланың мейірімі болсын, үйде жанжал болмайды құдай қаласа. Алланың мейірімін тілеп жатырмын ғой. Алланың баракаты болсын деймін. Үйде берекет болады. Үйде барлық нәрсе молшылық болады, иншалла. Осы үш нәрсені жақсы жаттап алу керек екен да. Сол Алланың сәлем беріп үйге кіру арқылы шайтан қашады екен, және зиянды нәрселер қашады дейді.